Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз өте дәмді борщ сорпасын дайындайтын боламыз. Қажетті заттардың барлығын видеоның астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Мен өзім тауық етімен жасап жатырмын. Өздерің ұнатқан қой еті, сиыр еті, өздерің ұнатқан етпен жасай берсеңіздер болады. Алдымен қайнап жатқан суымыздың үстіне тауық етімізді салып, үстіне дәмдеуіштерді лавр жапырағын, 1 қасық тұз және бульон салдым. Газдың астын орташа отқа қойып піскенше қайнатамыз. Содан кейін капустамызды жақсылап турап алып, пісіп тұрған етімізді алып, орнына капустамызды салып, жақсылап 15-20 минутта қайнатып алатын боламыз. Жуамызды, чесногымызды, сәбізімізді дайындап, қызып тұрған майда 10 минуттай қуыратын боламыз. Содан кейін свекломызды дайындап, қуырылған сәбізімізбен жуамыздың үстіне свекломызды салып, 1 қасық томатымызды салып, тағда 10 минуттай қуыратын боламыз. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Содан кейін пісіп шыққан етімізді майдалап, жақсы етіп турап, қайнап жатқан сорпамыздың үстіне салатын боламыз. Міне біздің капустамыз қайнап, жақсы болып пісіп тұр. Үстіне етімізді салып, содан кейін тавада қуырылған свекломызды, морковымызды салып, жақсылап тағда 15-20 минуттай қайнататын боламыз. Барлық қоспамызды қосып, барлығын салып болғаннан кейін қақпағын жауып 15 минуттай орташа отта қайнататын боламыз. Өзіме қатты ұнайды, осы борщ сорпасы өте дәмді, өте жеңіл сорпа. Міне біздің сорпамыз өте керемет болып қайнап, пісіп шықты. Дастарханға жақындарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жеңіл тағам. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, пікір қалдырыңыздар.